кінәласу. Осы кінәласудың себебінен, бір-бірін түсінетін адамның жоқтығының себебінен адамдар тақыр жерде тайып жығылып, бір кішкентай болмайтын кедергіден кетіліп жатыр қазіргі уақытта. Бір кешегі үлкен соғыстар болған, жаугершілік болған заманда да адамдардың жігеріменен өзін өзі сақтауы мұндай емес еді. Аталарымыз ойлаңызшы, ауылды кеп жау шабатта әйелдердің барлығын күңдікке алып кетеді. Анасын алып кетті, әйелін алып кетті, қарындасын алып кетті бір ауылдың. Сөйтіп оны ана жақта құлдықта ұстады. Кейін бірнеше жылдан кейін әлгі біз көшпенділерде немесе мың бала жау жүректе көріп отырмыз ғой. Сол жерде бірнеше уақыттан кейін әскердің басын құрап, қайда барады? Ана біреу әйел қып отырған, біреу күң қып отырған қызды, әйелді барып қайтадан алып келеді. Ол анасы мына үйге қайтадан ана болу керек. Ол мына әйел мына үйге кеп бала туу керек. Мына қыз осы жерден қайтадан ұзатылу керек. Бұл не деген жүйке? Бұл не деген сабырлық? Бұл не деген бір-бірін түсіну? Бұл не деген адамгершіліктің ең биік үлгісі? Біз қазіргі уақытта бір адам сәл сүрініп кетсе, сүрініп кетсе, өзіміз жығылып атып, оны күндейміз. Немесе бір адам бір қателікке душар болып қалса, өмірде міні жоқ адам сияқты соның желкесіне отырып, төбесінен тоқылдатамыз. Міне осының себебінен ажырасу көп, ағайындардың арасы ажырап жатыр. Ең жаман нәрсе не? Қауым менен мемлекеттің, мына бұқара менен биліктің арасы бір-бірін атарға оғы жоқ жағдайға душар болып жатыр. Себебі бір-бірімізді түсінгіміз келмейді, бір-бірімізді кешірмейміз. Заманның трендінен қалмаймын десеңіз, тәлім трендті көріңіз. Тәлім трендте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, тәлім тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп ала аласыздар.